Видеоның обложкасынан көріп тұрғандарыңыздай, бүгін біз сіздермен суши роллы дайындаймыз. Ағылшын тілі рецептермен өте көп жаңа сөздерді үйренетін боламыз. Біз супермаркетке сушиға керек ингредиенттерді сатып алу үшін келдік. Жаңа жылға дайындық. Ең маңызды ингредиент балық. Сыналған дұрыс екен. Мына түрін таңдап алдым. Сырлардың түрлері көп екен. Творожный сыр, сливочный сыр келу керек. Осындай сияқты болады. Вау, фон қандай әдемі. Видеолармен осында түсіремін ау деймін. Ғалымдардың зерттеуі бойынша шет тілдерін үйрену кезінде жаңа сөздерді жаттауға ол сөздердің қимылдағы өмірдегі қолданысын көру маңызды. Яғни оны визуалды түрде біз көретін болсақ, еске жақсы сақталады екен. Ол туралы бірнеше мақалалар шығарылған. Сондықтан да бүгін біз сіздермен суши әзірлеу барысында бірнеше сөздерге тоқталатын боламыз. Және сол жаңа сөздерді бүгінгі видеодан көріп отырып, яғни өмірде қалай қолданылатынын көретін болсаңыздар, еске ұмытылмастай болып жатталатын болады. Мейлі барлық 100% сөз болмаса да, 50%-ын өзін жаттағанның өзі де біраз жетістік. Қазір біз сіздермен Филадельфия суши роллдарын бірге әзірлейтін боламыз. Ол дәстүрлі жапондық маки суши. Оған керек ингредиенттер. Ингредиенттер ағылшынша ingredients. Күріш, rice, балық, fish. Бұл түрі лосось, қазақша айтқанда ақсерке, ал лосось ағылшынша salmon болады. Және salmon сөзіндегі L дыбысталмайды. Nori немесе seaweed sheets. Seaweed sheet сөзіндегі sea теңіз, weed шөп немесе арым шөп, бірақ бұнда теңіз балдырлары деген мағынада, sheet деген парақ. Seaweed sheet. Норидің екі жағы екі түрлі. Бір жағы тегіс, ағылшынша айтқанда smooth, екінші жағы кедір-бұдыр, шыршавый. Ағылшынша айтқанда rough. Smooth, rough. Біз кедір-бұдыр жағын, яғни rough side, бұл жағын жоғары қаратамыз. Cream cheese. Cream cheese, орысша айтқанда творожный сливочный сыр. Қазақша ірімшік, сүзбе ірімшігі. And we'll need a few essential tools. Essential маңызды. Tool құрал. Бізге бірнеше маңызды құралдар керек. Cutting board, cut кесу, board тақтай. A bamboo mat. Bamboo, бамбук, mat, кілемше десек болады. Bamboo mat. Және өткір пышақ, sharp knife, sharp. Жаңа ғана қайралған пышақ деп айту үшін freshly sharpened knife деп аталады. Freshly, жаңа ғана, sharpen, қайралған. First thing first, бірінші, place rice in a sieve and wash thoroughly under cold water. Thoroughly, тыңғылықты түрде, суық судың астында жуу. Place rice in a saucepan, каструль, and add 2 cups of cold water. Add, қосу. 2 кесе суық су қосамыз. Rice is boiling. Boil, қайнау. Күріш қайнап жатыр. Once water begins to boil, reduce heat to low and cover it with a lid. Boil, қайнау. Heat, ыстық. To low, low төмен. Яғни reduce деген төмендету. Cover it with a lid. Cover, бетін жабу. Lid, қақпақ. We need to cover it with a lid. Cover, бетін жабу, lid, қақпақ. Sticky rice, жабысқақ күріш. Қазір ең негізгі және ең қызық бөліміне келдік. Күрішті салып, оларды орау. Spread a thin layer of rice over the nori. Spread, жан-жаққа тарату, жаю. Turn the sheet over so the nori is facing up. Turn over, аудару. Яғни беті жоғары қарайтындай, нориді аудару. Cut cucumber into matchsticks. Қиярды кесу.
ұзын таяқшаларға. Arrange cream cheese and cucumber. Arrange орналастыру. Roll the mat, кілемшені айналдыру, and gently squeeze, абайлап басу, қысу. Slice the salmon, балықты кесу. Cover the roll with salmon on top. Cover бетін жабу, үстін балықпен жабу. Үйде жасалынған суши міне осылай шықты. Енді дәмін көріп көрейік. Chopsticks, таяқшалар. Так. Суши өте дәмді болып шықты. Delicious. I have no words. Айтарға сөзім жоқ. Сонымен достар, бүгінгі видео қызықты және пайдалы болды деп ойлаймын. Бүгін бірнеше жаңа сөздерді үйрендік. Rice, salmon, nori or seaweed sheets, smooth, rough, cream cheese, essential tools, cutting board, a bamboo mat, a sharp knife, wash thoroughly in a sieve. A saucepan, boil the rice, reduce heat, cover, lid, sticky rice. Cover the bamboo mat in plastic wrap. Spread it over the nori. Thin layer. Turn over. Cucumber matchsticks. Arrange cream and cucumber. Roll the mat. Gently squeeze. Slice the salmon. Cover the roll with salmon. Chopsticks. Your sushi is ready. Бүгінгі формат сіздерге ұнайтын болса, төмендегі комментарийге жазыңыздар. Осылай рубриканы жалғастырсақ болады. Егер видео ұнаса, лайк, каналға тіркелмесеңіздер, каналға тіркеліңіздер, және келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырау белгілерін басып қойыңыздар. Келесі кездескенше, бай!